Сәлеметсізбе, бұл бейне нұсқаулықта балабақша Smart Nation порталында кейінге қалдырылған ваучерді пайдалану және баланы мектепке дейінгі ұйымға қабылдау тәртіптері көрсетіледі. Егер сіздің балаңызға кейінге қалдырылған ваучер берілген болса, алдымен оны пайдалану шарттарымен танысыңыз. Кейінге қалдырылған ваучер арқылы балабақша жарияланған ерте брондау орындарының бірін таңдауға болады. Егер кейінге қалдырылған ваучерден бас тартсаңыз, ваучер алу туралы өтінішіңіз кезектегі бұрынғы орнына қайтарылады және күшін жоймайды. Егер кейінге қалдырылған ваучерді пайдалануға дайын болсаңыз, таныстым батырмасын басыңыз. Ваучерді белсендіру үшін 2 жұмыс күні ішінде оған қызығушылығыңызды растауыңыз немесе одан бас тартуыңыз қажет. Ол үшін таңдау батырмасын басыңыз. Экранда әрекетті растау терезесі ашылады. Егер кейінге қалдырылған ваучерді пайдаланғыңыз келсе, я батырмасын басыңыз. Қызығушылығыңызды растағаннан кейін мектепке дейінгі ұйымды таңдау үшін сізге 5 жұмыс күні беріледі. Ол үшін МДУ-ды таңдау батырмасын басыңыз. Экранда мектепке дейінгі ұйымдардың каталогы ашылады. Қажет болған жағдайда сүзгілерді пайдаланып, ерте брондау бойынша бос орындары бар балабақшаларды таңдай аласыз. Таңдалған балабақшаға қабылдау өтінімін беру үшін қабылдану батырмасын басыңыз. Ашылған терезеде балаңызды таңдаңыз, топты таңдаңыз, қабылдау күнін көрсетіңіз, содан кейін растау батырмасын басыңыз. Назар аударыңыз, егер таңдалған топта ерте брондау қолжетімді болса, сіз қабылдау рәсімін алдын ала бастай аласыз. Келесі қадамда қаржыландыру түрін таңдаңыз. Виртуалды ваучер нұсқасын белгілеп, жалғастыру батырмасын басыңыз. Өтініштің мәртебесі орынның нақты босайтын күні МДУ-дан шартты күтіңіз күйіне өзгереді. Мектепке дейінгі ұйым сіздің өтінішіңізді қарап қол қою үшін электрондық шарт жібереді. Осыдан кейін өтініш мәртебесі қабылдау шартына қол қою болып өзгереді. Шартқа қол қою үшін қабылдау шартына қол қою батырмасын басыңыз. Шартқа қол қою үшін келесі құжаттарды алдын ала дайындаңыз. Электрондық цифрлық қолтаңба, нысандағы медициналық анықтама, баланың туу туралы куәлігі, ата-анасының немесе заңды өкілінің жеке куәлігі, нысандағы профилактикалық екпелер картасы, нысандағы бала денсаулығы паспорты, қажет болған жағдайда ПМПК қорытындысы. Барлық міндетті жолдарды толтырып, қажетті құжаттарды жүктегеннен кейін келесі батырмасын басыңыз. Шартқа ЭЦК немесе ЕГОВ Mobile қосымшасы арқылы қол қоюға болады. Өз тарапыңыздан шартқа қол қойып, барлық қажетті құжаттарды жүктегеннен кейін орынның нақты босатылу күнін күтіңіз. Назар аударыңыз, мектепке дейінгі ұйым шартқа орын нақты босатылған күні ғана қол қоя алады. Барлық құжаттар дұрыс рәсімделген жағдайда орын нақты босатылған күні бала ерте брондау механизмі бойынша мектепке дейінгі ұйымға қабылданады. Smart Nation жасампаздылықтың ұтымды шешімдері. Назарларыңызға рахмет.